Балалар, бүгін біз сендермен бірге балаларға арналған әуесқой марғау ертегісін оқитын боламыз. Ана мысық марғауларын бауырына басып ұйқыға жатты. Бірақ ең кішкентай марғау Үлпілдектің ұйқысы келмеді. Сәл жатқан соң зерге бастады. Кенеттен ауладан шу естілді. Әлдекімдердің ары-бері жүргені байқалады. Бұл не болуы мүмкін? Ол бәрін өз көзімен көруі тиіс. Арлан есімді ит мазасызданып, әупілдеп үріп жатыр екен. Не болып қалды деп сұрады Үлпілдек. Фермер Асан мені қой қайыруға шақырды деп бір әуіп етті де Арлан ауладан шығып кетті. Үлпілдек кішкентай құстың талдан талға секіріп, ұшып жүргенін байқады. Ол жапырақтар мен мүктерді тасып жүр екен. Сен не істеп жүрсің деп сұрады Үлпілдек құстан. Мен жұмыртқаларыма арнап ұя салмақпын деп құс жұмсақ жапырақ іздеп алысқа ұшып кетті. Үлпілдек әлде бір қоңыр, мамық жүнді әрі ұзын құлақты хайуанның алқап маңында секіріп жүргенін көріп қалды. Ол өзінің інінің қасында жайылып жүрген қоян екен. Менімен ойнағың келе ме? Деп Үлпілдек іннің қасына барды. Іннің іші қараңғы әрі лас екен. Сондықтан ары қарай кіргісі келмеді. Үлпілдек судың шалпылдаған дауысын естіп, тоғанға жүгіріп барды. Тоған ішінде балықтар суды шолпылдатып, ары-бері жүзіп жүр екен. Марғаудың оларға қосылғысы келді. Бірақ су салқын болатын. Бері келіңдер, ойнайық деп шақырып еді, ешкім судан шықпады. Үлпілдек жапырақтың сыбдырын естіп, ағаштың басына көз салды. Ұзын құйрықты, әдемі тиін емен жаңғағын тасып, ұясына кетіп жатты. Үлпілдек одан да ойнайсың ба деп сұрады. Алайда тиіннің қолы тимеді. Ол қысқа жетерліктей мол азық жинап үлгеруі тиіс еді. Үлпілдек аула жақтан тарсылдақ дауыс естілді. Үйдегі жылқы құйрығын бұлғаңдатып, ер-тоқымын тағып алып тұр екен. Сен ойнайсың ба деп Үлпілдек одан да сұрады. Мен фермердің қызын серуендетіп келемін деді. Жылқы маңғазданып. Үлпілдек өз жолымен кетті. Басқа марғаулар не істеп жатыр екен деп ойлады Үлпілдек. Үйге келіп қараса, олар ұйқыдан тұрып, керіліп, созылып жатыр екен. Ұйқыларын қандырған бала мысықтар көңілді ойынға дайын еді. Қайтадан үйге оралған қандай жақсы. Көңілін қалаған сәтте асың түшесің, ұйықтайсың, ойнайсың. Мен осы жерде бақыттымын деп Үлпілдек пырылдап ұйқыға кетті. Ал балалар, сендерге бүгінгі менің әуесқой марғау деген ертегім ұнады ма? Егер ұнаған болса, лайк басып, каналға тіркелуді ұмытпаңдар. Қайырлы түн, түндерің тыныш өтсін.